сәлеметсіздер ме? Бұл ESP32 және OLED дисплеймен бұрынғы 2004 немесе 1602 деген дисплейге қарағанда кішкентай болып және пиксель сандары да көбірек. ESP32 басқа Arduino'ның платаларына қарағанда кішкентай, яғни микро USB-мен бағдарламаланады және екі батырмасы бар. Ол 3 вольт шамасында кернеумен жұмыс істейді, Wi-Fi бар және Bluetooth-дің төмен энергиялы түрі де бар. Енгізу шығару порттары жиілігі 200 МГц. ESP32 деп аталатын себебі сол контроллер, микроконтроллер бар. Бұл Bluetooth-ның антеннасы. Енді Arduino'дағы басқа модульдерінде біз LED-ті жалғап көрейік. Аса айырмашылық жоқ деп айтуға болады. Біз көптеген мәліметтерді осы STEMKit сайтынан таба аламыз. Себебі біздегі STEMKit жинағы бізде бар. Осы жерде 14-ші сабақта осы жарық 100% деп көрсететін себебі фоторезистор беті жабылған жоқ. Яғни ашық тұрған кезде ол жарықтың 100% екенін көрсете алады. Ал Wi-Fi нүктесін қалыптастыру үшін біз аты жүйені және IP адрестерін осылай енгіземіз. Және HTML код жазып жүрген адамдар біледі, ол H1 нені білдіретіндігін. Осы жерге енгіземіз. Сосын телефоннан, жаңағы ұялы телефоннан немесе компьютерден осы ESP32-ні қосамыз. Сосын браузерді ашып, жаңағы IP адресін енгізсек, сол біздің жазған жазуымызды браузерден көрсетеді. Ұялы телефоннан да болады. Бұл жерде модульдер, реле және датчиктер қосылған. Яғни үлкен проектілерді, жобаларды істеуге мүмкіншілік бар. Бұл браузерде осылай батырмалар, суытқыш, өшіріп қосу, шамдарды жағу, температура, ылғалдық бәрін көрсетіп мүмкіншілігі бар. Оның кітапшасы.